Мен барлығымыз бір әңгіме құрап шығамыз. Тақырыбы қандай болсын? Адал достық. Әмірәлі бастайды. Адал достық. Бір ауылда Мақсат пен Талғат атты екі дос болыпты. Мақсат өте сабырлы бала болды, ал Талғат бұзық бала еді. Бір күні екеуі мектепке бара жатқанда алдарынан ақсаңдап, ауырып тұрған күшік шығады. Олар күшікті үйлеріне алып кетіп, кезек-кезек қарайды, емдетеді. Күшікке тамақ беріп, қамқорлық көрсетеді. Атын Ақтөс деп қояды. Қаншама ай, жыл өтеді. Күшіктің аяғы жазылып, үлкен ит болады. Бір күні Мақсат пен Талғат мектептен қайтып келе жатқанда, екеуінің алдына көше иттері шығып, екі дос қатты қорқады. Екеуі де бірден Ақтөсті шақырады. Ол өз иелерін қорғап, көше иттерін қуып жібереді. Мақсат пен Талғат Ақтөске түрлі тапсырмалар беріп, орындауды үйретеді. Ақтөстің ақылды болғаны соншалық, тіпті бір көрсеткеннен ақ ұғып алатын. Кейін Мақсат пен Талғат Ақтөсті өздерінен қалдырмай ертіп жүретін болды. Бірге ойнап, жақсылықтар жасап, қызықты сәттерді өткізеді. Бұл әңгімеде айтқымыз келгені ит туралы ғана емес, адал достық, адам мен иттің арасындағы қарым-қатынас туралы. Дос болу үшін, дос таңдау үшін, оның тек қана адам болуы маңызды емес. Адамгершілігі жоқ адамнан сөйлей алмайтын, сені жақсы көретін ит артық.